Армысыздар менің құрметті көрермендерім. Сәуленің әңгімелері атты жаңадан ашылған қазақ каналын қолдаңыздар. Мен сіздерге қызықты оқиғалар желісімен аудио әңгімелер ұсынамын. Менің арнама жазылып, лайк басып, жақсы пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Әйелді ері емес, ар ұстайды. Есік тарс етіп жабылды. Кексе әйелді итеріп жіберген күзетші жерде шешесіндей адамның қиралаң асып жатқанына да мән берген жоқ. Өткен-кеткендер бастапқыда жандары ашып жақын келгенмен 1 метрден араспай мұрындарын тыржитып кетіп жатыр. Оған себеп те жоқ емес. Кексе әйелдің неше күннен жуылмаған денесінен өзгеше күлімсі иіс шығып, аузынан арақтың ащы иісі қосылып, мүңкіген сасық иісі жақын келуге жол атар емес. Тек бір ғана тіршілік иесі ала күшік қана жеркенбей жүгіріп келіп иіскелеп жатыр. Кетей, өзінше иттен жеркенсіп жатқан әйел жалақтаған күшікке қолын сермеп қойды. Қолы басын түгел тіміскелеп шыққан күшік жейтін еш нәрсе таппаған соң бұрылып жайына кетті. Әйел біраз уақыт жатты. Бір кезде өзін тұрғызар ешкім жоқтығын білгендіктен ғана ақырын орнынан тұрды. Сүйретіле басып бет алған жаққа қарай жүре берді. Қанша жүргені есінде жоқ. Машина басып кетердей безілдеген соң шошына басын көтерген. Сынып қалғыр аяғы бақытты кездерінің куәсі болған бұрынғы үйіне бастап алып келіпті. Көршілердің бірі байқап қоймаса екен деп жанталасқан әйел келесі көшеге құлдараңдай жөнелді. Қазіргі түрі албастыдан кем емес. Көршілері тұрғай өз ұлының да тани қоюы екіталай еді. Жалма-жан қалтасын қарманды. Қолына еш нәрсе ілікпегенде кафедегі администратор сары қатынды қарғады. Бұл дәретхананың тазалығына жауапты адам еді. Таңғы 8-ден келіп, дәретхана ішінен түнгі 11-лерге дейін жүреді. Алатын ақысы 500 теңге. Кафеде ішіп-жеп кеткендердің қалған-құтқан асын жуындығы құйғандай құйып береді. Бүгін сол 500-ді де бермепті. Қазір жатын орынға ақша келмесем, васка кіргізбей қояды-ау. Жатын орын дейді, жатын орын сияғы жоқ еді. 12 қабатты үйдің астыңғы подвалын қайыршылар мекен етіп алғалы қашан. Тек тұрғындардың көзіне түспеу керек. Әйтпесе арыз-шағым жазып милициямен қуып шығады. Жалпы соларға не керек? Іштей ойланған әйел. Жылы үй, тамағы дайын, айналып келіп 1 метрден әрең сиіп жатқан тұрағымызды көре алмайды. 12 қабаттық сұр үйдің сыртқы жағынан келіп өздеріне тән дыбыспен 3 рет темірді қақты. Шынжырды сылдырлата ашқан бала жан-жаққа ұрлана қарап, кексе әйелді жылдам кіргізіп ала қойды. Қараңғы жолда жатқан білетін екеу кеңдеу тақтаймен бөліп қолдан құрап жасап қойған бөлмеге кірді. Васка ағай аузы арақ сасып ұйқыны періп жатыр. Қуанып кеткен әйел шешінбестен кірліктен бастапқы түсінің қандай болғандығы белгісіз қара күрең матрасқа қисая кетті. Бұл әйелдің аты Гүлмария еді. Ата-анасын 4 жылдан кейін көрген жалғыз қызы болғандықтан тым ерке өсті. Оқу оқыды, 21-ге толғасын өзі қатарлы оқу бітірген азаматына тұрмысқа шықты. Ұлды болды. Кейін күйеуі тағы бір қыз керек деп қыңқылдағанда тыңдамады. Дене сымбатым құртылады. Бір ұлды туам деп сонша салмақ қостым. Осылай деген Гүлмария мансап жолына бір жолата кіріскен болатын. Облыстық деңгейдегі бір мекеменің бөлім басшылығына дейін көтерілген болатын. Бәрі сол кезден бастау алды. Жұмыс жоқ, айына бір есептік жазбай өтсе болғаны. Гүлмария өзі сияқты қолы бос ерігіп отырған 4-5 келіншекпен бірігіп ішетінді шығарды. Күйеуі жұмыссыз қалып, вахтовый әдіспен 15 күндеп жолда жүреді. Гүлмарияға тіпті жақсы болды. Әй дер әже, қой дер қожа жоқ. Баласы бастауыш сыныпта оқиды. Оның өзін жақын тұратын күйеуінің қарындасы өз балаларымен қатар оқығасын бірге ойнап жүрсін деп алып кететін. Келе-келе таңғы жұмысты бас жазусыз бастай алмайтын дәрежеге жеткенде жоғарғы жақтан тексеру келіп, бұлар бөлімдегі 4 әйел аяқтарын баса алмай тұрғандықтан ескертусіз бірден жұмыстан қуылды. Екі ортада күйеуі біреумен жүріп кетіп, жұмыс күйігіне жар күйігі қосылып кетті.
4 ағасы емдетті, бірақ ем алған жерден қашып кете беретін. Көшеде домалап жататын жардан күйеуі де баласы да безді. Үйді сатып көшіп кеткен күйеуі 13-ке толған ұлды өзімен ала кетті. Содан бері Гүлмарияның тұрағы әр жердегі подвал, ескі адам тұрмайтын үйлер болғаны қашан. Ата-анасы о-дүниелік болысымен түзелуге ниет те қылмайтын санасыз қарындастан ағалары да біржолата бас тартты. Қорылдап ұйықтап кеткен Гүлмария біреудің денесін сипалап аунатып жатқаннан оянып кетті. Бастапқыда қайда жатқанын есіне түсіре алмай дал болды. Ақыры Васяның жер кепесіне келгені есіне түсті. Сипалаған қол Васянікі болар деп ыңырана бұрылғанда сипалаған қол сескеніп көше шамы әлсіз жарық беріп тұрған қара көлеңкеде бір бейне сопаң етіп қозғалып кетті. Вася емес екені белгілі, ол бұл жердің қожайыны емес пе, ендеше не істегісі келсе өз еркі. Бұл тұрып кеткен Алик Алмас еді. Алмас 16-лардағы бозбала, бірақ күтім көрмегендіктен бе 13-14-тегі баладай бойы өспей, арықтығынан әр қабырғасын санап алуға болатындай Алик. Ол Гүлмарияның қалтасын тінтіп, аз-маз ақша табылып қалар деп дәмеленген еді, бірақ қалтасы бос болып шықты. Күрсініп салған Алик қолын ала бергенде Гүлмария да оянып кеткендей дыбыс шығарды. Селк ете түскен бозбала жылдам басып Васяның арғы жағындағы өз орнына барып жата қалды. Ертең тауар келетін күн, бірақ әлі ақша таппады. Шіркін, осындайда насыбайда жоқ. Қолын құшырлана ескеген ол ашқылтым сүттің иісін сезді. Бағана қоқыс контейнерінен уақыты біткендіктен иесі лақтырып тастаған айранды аузын аша бергенде төгіп алған еді. Әлі жумағаны есіне түсті, бірақ қолын жууға да ниеттенген жоқ. Көзін бақырайтып ақшаны қалай табу керек деп ойланып кетті. Алик оңтүстіктің қазақи ауылының қарапайым отбасынан шықты. Бәрі әкесі аяқ астынан жол апатынан қаза тапқаннан басталды. Әкесі қаза тапқанда Алмас 8-де, әпкесі 10-да болатын. Бар ақшаны әкесі тапқандықтан анасы не істерін білмей кетті. Тіпті отын жарса да еркектің аты еркек екенін түсініп, бетінің әрі барда деп тездетіп екі әйел жіберген бір еркекті үйіне кіргізіп алды. Ол еркек әпкесіне жақсы қарағанымен Алмасты отырса опақ, тұрса сопақ жасады. Мектепте қарауыл болса, анасын үйден жуушы етіп кіргізіп қойды. Көзі ылғи қанталап жүретін Бағдаттан Алмас қатты қорқатын. Тапқанынан ішкеннен артылдырмайтын. Бағдат күндіз үйде ұйықтап, тек түнде баратын. Бірде әпшесі басым ауырды деп сабаққа бармай қалды. Түстен кейін оқитын Алмас алаңсыз мектепке келген. Бұны көрген анасы түсі бозарып кетіп Бағдатқа «Сен де сабаққа бармай қойсын деп едім ғой» деді. Алмасты жедел сыныбына жіберген ол үйіне кеткен. Кешке келгенде үйде адам толып жүр екен. Ауыл адамдарынан өзге қаптаған қызыл жағалылар. Әпшесін жедел ауруханаға, ал анасын түрмеге алып кетті. Бағдат болса айтуға ауыз бармайтын айуандықтан кейін анасының қолынан асқына пышағынан жарақат алып бірден өмірден өткен. Әкесінің туыстары мен анасы екінші тұрмыс құрғаннан бері араласпай кеткен еді. Әрі олар шалғай солтүстікте тұратын. Әпкесін сол кеткеннен көрмеді. Анасы түрмеге түсісімен нағашысы бұны балалар үйіне өткізіп үйлерін сатып жіберген. Балалар үйінде неше түрлі ұрлыққа үйренді. Темекіні місе тұтпай ана шешеге бастады. Ақыры бір тәрбиешінің зорлығынан қашып осы қалаға келді. Келгеніне 1 жылдай. Базарларда ұрлықпен әзірге өмір сүріп жатыр. Вася ағай, шын аты жөні Петр. Бірақ Вася деген жөн. Олай атауында да себеп бар. Осыдан бірнеше жыл бұрын өзі сияқты бір бомжды өлтіріп алған. Артында сұрауы жоқ болғандықтан іс тез жабылды. Есесіне аға тергеушінің қорғаушысын ала жаздай салып берді. Петр Вася кезінде ағаш ұстасы болатын. Тып-тыныш өз жеке шеберханасында жүрген Васямыздың қала ішінде де үйі болды. Әйел үйде отыратын, бір қызы болды. Қызы мектеп бітірген соң ата-анасымен ақылдаса келе Түркияға оқитын болып шешті. Қолының ебі бар Вася ақшадан тарықтырмаған. 2 ай аса әйелі артынан кетті. Жарты жылға жуықтағанда барып әрең келген әйелі мен қызы
үйді сатқызып үлкен іс, яғни сауда бастаймыз деп бір бөлмелі пәтер алып берген. Қалған ақшаны алып Түркияға кетті. Сол кеткеннен мол кетті. 5 ай дегенде соттан қағаз келген. Әйелі сырттай ажырасыпты. Содан бері қызынан да әйелінен де хабар жоқ. Ұзынқұлақтың айтуына қарағанда екеуі Измир қаласында ағайынды жігіттерге күйеуге шығып алған. Вася ағай болса содан бері ішімдіктің күйігін басады. Екі иығы апталдай азамат еді. Айналасы 5 айдың ішінде қу сүйек қалды. Қазір коммуналдық ақысымен қызы алған кредиттің қарызы қосылып, үйді банк алып қойған. Ал Вася ағайдың тұрағы осы подвал болды. Гүлмарияны даладан тауып келді. Өзі сияқты бомждар әйел іздегенде ермей кетіп жүр екен. Вася осында алып келді. Аликті бұзақылар ұрып жатқан жерінен арашалап алып келген. Бірақ қолының сұғанақтығы бар екен. Тағдыр. Таң атқан соң үшеуі 3 жаққа жол тартты. Гүлмария әжетхана тазалауға, Вася ағай мен Алик базарға. Бәрінің тағдырын әрқилы тараптан қосып осында келді. Гүлмарияның екінші күйеуі, баласы, ағалары көз алдында неге сайтан суына жерік болдым деп іші қан жыласа, Вася ағай әйелі мен қызын Түркияға қайдан жібердім деп опық жейді. Алик шешем неге күйеуге шығуға құмар болды, менің де әпшемнің де өмірін құртты деп өксиді. Адасқандардың алды да арты да бұлар емес.